адам өзі не қабылдайды, жаңағыдай таңдауды өзі. Сіздерді мен мысалы үшін қинап алып келген жоқпын, өздеріңіз таңдау жасап келдіңіздер бүгінгі неге. Келмейтін адамдар келген жоқ. Қаншама адам шақырдық, бүгін жұмыс істеді. Действительно, шында да ондай болып қалады. Өткенде біз қанша дайындалдық. Ошол мен шынымды айтсам дайындалған жоқпын. Әйтеуір жинай салдым да. Потому что бір апта бұрын ғана азайсам ба бір келмей. Ана жолы мысалы үшін дайындалып, ой, барамыз дедім. И сондай жағдай болып қалды, жол жабылып қалды мысалы үшін, Енді мен ешкімге ренжіп, ешқандай да айта алмаймын. Әркім өз таңдауы, біреу енді мысалы үшін осыған баруым керек дейді, сол баратын жағына барады. Приоритетті сонда қойып тұр. Жарайды, бара беріңіз деймін мысалы үшін. И действительно шында да безвыходный жағдай болып қалды. Жер сілкінді, және сияқты жағдай, жол жабылып қалды деген сияқты. Нормально, ары қарай жұмыс жасай береміз. Осындай кездесуге неге келмейсіздер? Қараңыздар, күшті ғой. Дем аласыздар, жаңа нәрсе көресіздер. Бұл компания деген мен ылғи айтамын. Саңырауқұлақша қаптаған көп компанияның бірі емес, біріге едет. Мен осы НЛ-да, білмеймін, басқа компанияға жамандамаймын да, өнімдері де олар жақсы, білмегеннен айта алмаймын. Бірақ НЛ-да мен 100%-ға көріңіздер өнімін, пайдаланыңыздар, жұмыс істеңіздер деп бәріңізді шақырамын осы компанияға. Өкінбейсіздер. Біздің міне Зайра ханым асықпай жүріп, арбамен қоян алатын адам ғой. Жай сөйлеп жүріп, бүкіл елдің өзіне қаратып алатын кісі. Кейбіреулер бақырып жүріп, артында қарасаңыз командада жоқ, түкте жоқ. Зайра ханымнан біз енді командамызда сол кісіге бейім беріп солай болып бәрімізде сол Зайра ханым деп сол кісінің айтқан сөздері, энергиясы, мысалы ешқайсымыз жаман болған жоқпыз. Мына Дубайдың шайы қыздар. Қара шай деген қазір. Угощать етеді. Дубай шайы. Ондай шайлар бар, салып алыңдар қыздар. Міне биотюндік ал келдім мен сіздерге. Айтып отырмын ғой. Биотюн көп ішкен жоқ. Драйынды кім? Дубайдың шайы. Сіз алмай қалдыңыз. Мынандай коктейльдер бізде. Қазір коктейльдер регистрировать етеміз, Бірнеше салысты ғой. Менде сыйлықтар да бар. Дубай жоқсыз. Дубайға барамын. Мына жерде күшті нәрсе. Дубай. Уже Дубайдан алғам. Сізге Турция. Арқасында білмеймін, бармаған жерім жоқ. Андағы Дубай, андағы бар ғой бүйтіп. Ете салысқа орамалға, орамалға. Сізге Дубайдан алған жайнамаз, аппақ жайнамаз. Қазір қатырыңыздар мен қалдым қайсы күнде. Дубайдан жүрбейсің ғой, Зайра ханым. Орамал қыстыратын. Жақсы болсын. Жаңадан келген қыздарға мен андай. Рахмет. Сыйлық бұл. Рахмет. Жоқ, сол дайындалып жүрмін. Саған қалай келді? Мынау сізге. Мынау сізге. Мен атысымен берейін. Келмегендер көрсін. Келмегендеріңіз қанша нәрседен қызғаныңыздар. Глосс ыдыс жуғанға. Бұл даже біздегі продукция не ғой, биоразлагаемый. Табиғатқа тарап кетсе де ешқандай зияны жоқ. Маған сол да ұнайды. Тек қана адамға затты ғана ойламаған, қоршаған ортаны, табиғатты. Өйткені біз су ішеміз осы табиғат анадан, табиғат өзімізді жақсы көреміз, айналамызды жақсы көреміз. Жаңағыдай табиғатты да жақсы көреміз керек қой.
біз ертең өзіміз ғана өмір сүріп қана қоймай артымыздан қалған ұрпақты да ойлауымыз керек қой, ұрпаққа жаңағыдай табиғатымызды шамамыз жеткенше қорғауымыз керек. Сондықтан мына ГОСТ деген бізде ыдыс жуғанға жақсы, жаңағы жуып жерге төге салсаңыздар шөптерге зияны жоқ. Мысалы үшін оны жеген жемісті де жуасыз. Маған құясыз. Баланың ыдысында жууға болады. Концентрат қой. Концентрат. Маған су құясыз. Көп ішіп специально сізге соны содан кейін жаңағыдай оны жеген, мысалы үшін шөпті жеген жануарларда өліп қалмайды. Өсімдіктер өсімдіктерге барлығына зиянсыз. Осындай міне айтып мынаны қазір бәрін көреміз. Ашып мынаны көрейік қыздар. Көреміз.